болсын, ақ тілекпен нұрға толсын. Бүгінгі той құтты болсын, ақ тілекпен нұрға толсын. Босағаңыз берік болсын, бақыт құсы келіп қонсын. Босағаңыз берік болсын, бақыт құсы келіп қонсын. Той, той, той болсын, қазағымда той болсын. Той, той, той болсын, дәл осындай той болсын. Той, той, той болсын, қазағымда той болсын. Той, 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 дәл осындай той болсын. Қадірменді құдалар, той басталды келіңдер. Тойымыздың төріне ақ ниетпен еніңдер. Қош келдіңдер құдалар, қадамдарың құт болсын. Теңін тапқан қош жүреген бақытты жұп болсын. Қош келдіңдер құдалар, қош келдіңдер құдалар. Жанып тұрған жұлдызсың, қызысың бақыр қыздың. Қатар қонған ел едік, келіні бол сен біздің. Құда болып қайтайық, жина ауылдың маңайын. Көкпар тартып, жан батып, ауылыңда аунап жатып, бір марқайып қалайын. Бәрін жақсы ұғамыз, біз бұрыннан құдамыз. Ілгеріден біргеміз, ажырамас іргеміз. Ойнайық та күлейік, құда болып жүрейік. Құда болып жүрейік. Әді іздеп келгенде сөйлесін қаламасын қолыма көзім арзан болған бен сөзім қымбат деп айда Dostlarının yüzünde yalvarılgan dünya Şerim koy koylay, torgun geldi bir bayla Əli istep gelgende söyleseyim Əli istep gelgende söyleseyim Kallamasın koluma Karısadım Bəs ekenle koşuyor
жарасады деп ойлап Байтұрғынның қиырдай, қолғазақтың қиырмай Ұстараның жүзінде яуларылған дүние Жүрушілік той-тойлай, қорқынбелдеу бір байлай Әдей іздеп келгенде сөйлесе еркін байлай Әдей іздеп келгенде сөйлесе еркін байлай Hop, бәрекелді! Анық махаббат Ән саламын қуанамын келді қайын құдаларын қарсы алайық соғып шапалақ Ән саламын қуанамын келді қайын құдаларын қарсы алайық соғып шапалақ Құдалар келді құдалар бірге болайық мәңгі құдалар құдалар ізгі құдалар Тәңірім қосқан бізді құдалар Ұл-қыз бағып жарқырап еді той думаным халқыма көрік Асылдардың арнасымыз, тектілердің жалғасымыз әрқашанда салтына берік Асылдардың арнасымыз, тектілердің жалғасымыз әрқашанда салтына берік Құдалар келді құдалар бірге болайық мәңгі құдалар құдалар ізгі құдалар Тәңірім қосқан бізді құдалар Батамен таңда атырған, батамен күнді батырған мұсылманның баласымыз көлде жайылған дастарханымызға елде көп жайғаса бүгінде ел ағасы Қайрат ағамыздың жағына Телефон ағам бар болса дастарханды ашып бата берсін. Олай болса Телефон ағам кішкене кешігіп жатыр. Құдалар әулетінен дастарханның батасын алайық. Құдай болмасын, қызылғарға толмасын, елімізде соғылмасын, болмайлы отбасыларымызға аман болсын. Астарымыз адам болсын, астарымыз аман болсын. Осындай қуанышты қойған жоқ болсын. Әумин айтқандарыңыз келсін. Әулетінен жайылған дастархан деп бағалаңыздар. Тойдың алдында құдаларын жеке шақырып, әулетпен таныстыру әр қазақтың салт пен дәстүрі. Ендеше Қайрат ағамыздың осында жүрген жанашыр жақындарымен, туғандарымен танысайық. Жүздің танығанша бірдің атын таны деген қазақтың ұрпағымыз ғой. Асқат ағам шақырайын. Әулетті, ауылымызды бәрін түгелдеп осы Қайрат құдаларымыздың ағасы жанашыр жақындарын таныстырсын. Ал, қабылаңыздар. Осы ауылда қойылған барлық жақын туыс-туғандар, аңғастар, құдалар, аман-есен тойлап келгендеріңізді құттықтаймыз. Бүгін еліміз Қайраттың Жәйләш деген қызымызды аттандыру қойылып жатыр. Құдалығымыз 10 жылдық болсын, құдалармен таныса алмай жатырмыз. Жаңа келдім, мен осы жерде бар едім, мен жақта бір жұмыспен елдіреп жатырмыз. Сол себептен туыс-туғандарды таныстыра кетейік. Ең алғашқы таныстық керек қой бәрімізге. Біздің әулеттен Қайрат құдаларымыздың ағасы боламын. Атым Асқат, Ыбырай дегеніміздің баласымыз, мынау екеуміз бірге туысамыз. Мына кісі менің жолдасым, Үміт деген, мына Айқын деген, Кен
біздің өз Қарашаңырақтағы келініміз мына жақтан таныстыра кететін жағдай болса, мынау отырған Сайыпқан деген кісі біздің үлкен әпекеміз, ең үлкен әпекеміз, әкеміздің қарындасы. Ары қарай біздің нағашымыз осы ауылдағы ең жақын көреді. Оның аржан нағашымыз Әптіл деген нағашағым бар еді, келеді. Соғысының әйелі Сарайхан деген, оның аржанында Гүлзат деген тұрып қойғанынан ұзақтан есімде. Шахан деген ағамыздың жұбайы, бірінші әйелі. Соғысың отыруға келіп отырады Гүлзат, жеңгеміз болады. Рамбұргүл деген құдағи, Бақытгүл деген құдағи, Жамар деген құдаша. Мына Бақытгүл деген құдаша. Сағаны орын бар, бірдей бірақ еліміздің орны жоғарырақ түскен. Еліміз деген құданың. Күлби деген біздің келін болатын, Қожан деген еліміздің келіні. Мұқатай деген кісінің жолдасы, бірінші әйелі бұл. Аты кімін? Үжат деген Дәукүш деген бір досымыз бар, соның әйелі, қарындасымыз бар. Сайрау деген біздің бір ең жақсы көретін жеңгеміз. Алтын асықпай көрді. Аржанында тұрған біздің құдағи, Мұқай деген есі, үлкен құдағи болады. Аржанда Күлбия деген есі бір жағы нағашымыздың болған бір жағы үлкен құдағиларымыз, онда сыйласып жатқан ең жақсы адамдарымыз осылай таныстықпамыз осылай болып жатыр. Мына жақтырақ кішкене таныстыра кетейік. Мына Ермұрат деген жігіт осы жерде біздің туыс Қостанай тойына көшіп жүрген, басқарып жүрген жігіттердің бірі, жолдасы Нәзігүл кел. Төлеу деген менің бір ағайыным, Алтайлық. Мына Келден деген біздің жиен болады Келден деген. Қатын деген күйеу біздің. Дәулет деген бір жағы нағашым, бір жағы күйеу. Осы ауылға бұрыннан бірге көшіп келгенбіз. Солай ең жақын адамдардың бірі. Ана отырған Бақыт деген жігіт Қайраттың бажасы. Бір ауыл үкіміз бұрыннан сол арнелде тұрады, содан тойға келген біздің Қайраттың көршісі, кәсіпкер Кейс деген жігіт Алтайлық. Жақында туған ағасы Асқан ағам таныстырды. Бірге туған бірге өткен қазақтың ұрпағымыз мінекей Жәдік әулетіндегі керемет тойының басы бесмәлі құдалықта басталып жатыр. Ал енді Алмат шаһарынан аттарын тезлетіп өздері бөктерді өтіп, шақшаларын чертіп, апаларымыз ертіп қызарып өріп жер жанаты жетісу, Текелі қаласының төрінде, Алтын Мейрам қаласының өрінде төледі түскен төледей болып, төрімізге қонған құдалардың құрметіне бір шапала қойып қойыңыздар, құдаларға құрмет. Ал енді күйеу баламыздың аты Жанат. Жанаттың аға жеңгелерімен, апаларымен, әпке жезделерімен, Жанаттың жақындарымен жалпы құдалар әулетімен танысайық. Ал құдалар жақтан болсын. Енді бас құда, бұл жерде бас құдаларыңыздың Талғат болады, есімі. Жанаттың папасы. Одан кейін інісі, есімі Самат, осы құлағыңыздың інісі. Қасындағы жаңа сіздер айтпақшы бірінші әйелі Гүлі. Одан кейінгі інісі Қанат, Қанаттың келіншегі Айнұр, есім Айнұр болады. Тағы да екі қарындасы бар, енді ол кісілер келе алмай қалды себептермен. Бағдагүл, Алмагүл деген. Одан кейін айтпақшы. Мынау Жанатпен кім келін үйленіп отырған, сол кісілерге өкіл әке, өкіл шеше болады, соны өкіл әкесі болады. Аты Алеша.
Маған сөйтіп айтты Алешадан сонда. Келесі мынау құдағиларыңыздың есімі Сандуғаш. Үш аталым болса жазылсын. Бұл құдағиларымыздың ата-анасы есімі Нұрлан. Қасында жолбасы бірінші әйелі 60 Одан кейін құдаларыңыздың бірісі есімі Жұман болады. Есіммен атап жүрдім ғой. Ол кісінің жолдасы есімі Баян жеңгеміз. Бұл кісінің қарындасы есімі Салтанат болады. Одан кейін мына кісі сіздердің құдағидың құдағиы. Соны Арыстан деп отыр осы тойға. Есім Ділдар, есімі Ділдар. Жаңағы құдағымыздың қызының, үлкен қызының құдағиы, енесі. Шарасы болшы. Бұяқтан өкіл шешесі. Сандуғаш құдағиларыңыздың өкіл шешесі. Ұзын ағашта тұрады. Галима. Резидентіңізді қолыңыз болыпты. Так, одан кейін бізде отбасымызда 8 адамыз. Үлкеніміз есімі Нұржан болады. Қасында жеңгеміз Балсия. Одан кейін Сандуғаш құдағиларыңыз. Сандуғаштан кейін Қарлығаш. Есімі Қарлығаш, күйеуін басқа шелегін көрістір. Қарлығаштан кейін Балжан. Балжаннан кейін мен, есімім Ғалымжан болады. Менің де келіншегімді басқа шелегін көрістір. Одан кейінгі қарындасым Сейсекөл деген. Одан кейін бізден семьяда 3 бала, 5 қыз бұл. Сол ініміз Бауыржан болады. Астанадан келіп отыр. Қасында жолдасы Алия. Қазақша кейін отыр. Бұл Бауыржаннан кейін тағы да қарындасымыз бар. Есімі Жансая, ол да басқа шелегін көрістір. Тойда қалмаса. Одан кейін Жұман ағамыздың қызы, есімі Разия. Бармарет деген жанаттан екеуі детелес болып келеді. Қандағаш әкеміздің баласы. Жанатқа бөле болады. Аты Бағдәулет. Бұлар келесі той болады деп отыр. Бұлай барса, келесі болады. Енді құдағиларыңыздың үлкен қызы Айгерім, жолдасы есімі Нұрталап. Одан кейін Арайлым. Одан кейін жанат сізді тәкістің. Қадірлі құдалар дастарханының дәлінен ыстықтай тамақ мынау түстің әметтің кезінен асып кетті ғой. Енді жолдырып шөлдеп келгендер, шаршап кетіңіздер. Мазаларыңыз алмай кішкене музыканы өшіріп тоқтата тұрайық. Дастарханның дәлінен алып кішкене ас ауқаттанып алайық. Содан кейін Қайрат ағамның жақындары бар, құдалардан келген жанат бауырымыздың аға әпкелері бар. 2 жасқа деген алтын тілектеріңізді, бата ниеттеріңізді сол ортадан жалғастырамыз. Дастарханның құйылып жатқан сусындардан алыңыздар, қымыздан қымыраннан алыңыздар, салқын суларды шайқап, қымыздарды байқап, асқазаннан сұрап, ақылдасып ішіп отырыңыздар. Енді жанаттай баламыз біздің Жайнардай қызымызға ең бірінші көз салған екен, одан кейін сөз салды WhatsApp-пенен, одан кейін жол салып бүгін құрылар жағы кереметтей қып, ағай туысқанның басын қосып, қоржынымызды алып, қолын сұрап, жолын сұрап, қазақтың салтыменен келдіңіздер. Жер жанаты жетістіктерінде Текелі қаласының аспанның астында Қайрат ағамның отының бас ошағының басындағы Жайнаштай қызымыздың бүгін ұзату тойының алдында қызды көріп сырғасын салу деген болады қазақта, білесіздер құдалар. Олай болатын болса, екі жеңгесі Жайнаштай қызымызды ортаға алып шықсын, құрмет қылыңыздар, қошемет қылыңыздар. Ал Жайнаш қызымыздан жеңгелерімен бірге қарсы алайық.
құдалар Қайрат ағамыз бенен аса қадірлі Қайрат ағамыз бенен Айқынгүл жеңгеміздің қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, басынан құс ұшырмай, табанына тікен кіргізбей, үкілеп өсірген ақ құсы Алла қаласа, құдалардың әулетіне бақ құсы боп орнасын деген тілегімізді айтып, қызымыздың құлағына сырғасын салуға жеңгелері сақадай сай, ендежімде қарай шақыра келе ғой, қыздың салты. Құрметті жиналған қауым, ең алдымен салтымызды бастамай тұрып, келініміздің, сіздердің қыздарыңыз, біздің келініміз қой енді. Келінімізге алдымен көрпемізді төсеп алайық. Бұл дегеніміз келініміздің өмірі, алдағы өмірі осы көрпеде мамықтай болсын дейміз. Ойы өрнектеліп, әдемі өмір сүрсін деп, сондай ниетпен келінімізді отырғызып алайық көрпемізге. Осындай әдемі кештің себепкері бүгінгі 2 жас болып тұр. Сондықтан сіздер мәпелеп, аялап өсірген қыздарыңызға күнге күйдірмей, суыққа тоңдырмай өсірген қыздарыңызға біздің 8 қырлы, бір сырлы жігітіміздің артынан салт дәстүр бойынша сырға салу салтын бастауымызға рұқсат етіңіздер. Сырғалы қыз атандырайық келінімізді. Қыз мұраты кету, қызды ең андай басқа ұлттың, басқа елге тәрбиелейміз ғой. Біздің әулетімізге бақты келін болсын деймін. Кішкене толып тұр, мен бірінші келінім. Бақты келін болсын, құлағын асырға салайын, куә болсын ағайын, құтты келін атанып, жақсылыққа толсын маңайым. Қызымыз, сіздердің қыздарыңыздың және біздің келін ғой енді жеңгелеріне деген кәдеміз, сый-сипатымыз. Ал бәрекелді, ел ардақтар сыйланар көңіліңе деймін. Керей елінің бір күлін құдалар әулетінің сүйділі, қызға келін болуға бұлды болса, иншалла бір Алланың берген бұйрығы. Бүгін жаңырақ құрылған балаларыңыздың басынан бағы, астынан тағы таймай, екеуі кереметтей семья болып, үй ішіне үй тіккен кереметтей отау иелері болсын. Көп-көп рахмет құдашаларымызға, Алла разы болсын. Дастарханға жайғасайық. Дұрыс жағымен түсініңіздер. Ал енді сүйекте жерісін сүйек берген, жылы сөз жанына тірек көрген, басынан иегі бөлінбеген, сіңірінен сүйек сөгілмеген, қашан көрсең де сыйластығының саны кетпеген керей елі, ассалау маған үйкілден жайлау жайдар жандар, тектілікпен тамырлас, кемелдікпен кіндіктес болған, егі жақсы туған ағайындар. Бүгін Алла сәтін салып қасиетті жұма күні өздеріңізбенен жүздесіп өлең арқылы, ән арқылы сырласудың сәті туып жатыр. Жалпы қазақ деген халық қашанда қара сөздің қастерлеп, тойлыманың қадірлеп бағалаған ел ағайындар. Ендеше сіздердің алдарыңызға шығып, мынау менің бір жүрегімнен шыққан жырым өлеңдерім, кереметтей құдаларымыздың мың жүрегінің төрінен орын алып жататын болса, аспан мен жердің ортасында асаба дейтін бендеу үшін одан асқан бақыт пен байлық жоқ шығар деп санаймын ағайындар. Жалпы жер жәннаты, жетісу өлкесінің өзі, күзгі жаңбырының өзі бұлақ сияқты, күздің өзі жұмақ сияқты, табиғаты тамаша, көкмайсанға оранған, беткейі берекелі, қойнауы құтты, теріскейін қаратау қаумаласа, түстігін жоңғар алатау аймалаған, төрт қақпасы құтты болған, өткеліне емен қойған, ұлы жолға есік болған керейлерге
бесік болған бұл жетісу жері. Гауһар жауған жағасы нұр, Алматы менен анасы бір, салтанатқа саға болған, Астанаға аға болған бұл жетісу жері. Құран сөзін дұғалы еткен, дана сөзін дуалы еткен, алтын аймақ асыл өлкөн, пайғамбардан жас үлкен, таяқ ұстаған бала, тай мініп қуанып қайтатын қасиетті жер жәннат жетісу, Текелі қаласының аспанның астында, Қайраттай ағамыздың отының басында, ошағының қасында тойдың алды құдалықтан басталып жатыр. Қош келдіңіздер деп бір шапалақ ұрайықшы құдаларға. Қадірлі құдалар, тұлпар тілектің тізгінін ұстап, сұңқар сөздің томағасын сыпыратын, ғасырдың көзін көрмесе де асылдың сөзін сөйлеп, бүгінгі тойымызды ашық деп хабарлап беретін аса қадірлі Қайраттай ағамыздың, құдаларыңыздың үлкен апайынан, апаларынан бастайық, дұрыс па? Керуеннің басы білікті болатын болсын, түйе адаспайды деген қазақтың ұрпағымыз, ендеше балтаның салмағы басында деген қазақтың ұрпағымыз. Мен енді осы Қайрат ағамның ең жақын деген жанасы үлкен әулетіміздің үлкендерін, апаларын, үлкен апайларын мен ортаға шақырайын. Үлкен апай бастаңыз, келіңіз, мына жаққа келіп, тойымызды ашып беріңіз. Құлағилар келген қадамдарыңызға нұр жаусын. Біздің баламызды алымақ соғып, құла болып келдіңіздер. Бұл үлкеннен келе жатқан жол жолсын. Баламыз құтты болсын, барған жерде бақытты болсын. Құдаларға рахмет. Ya bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah'ı kelgen құдалар құдалық 1000 жылдық болсын. Күйеу бала 100 жылдық болсын. Құда 1000 жылдық болсын. Келген қадамдарыңызға Алланың нұры жаусын. Ya құтты болсын қадамдарыңыз. Балаларыңыз бақытты болсын. Екі бала бақытты болсын. Амин. Құдағилар, бүгінгі бірінші рет танысып бет көрісіп жатқандарыңызға, ауылымызға құда болып, бірінші рет қадамдасып жатқандарыңызға көп алғыс. Келген қадамдарыңыз құтты болсын. Балаларыңыз бақытты болсын. Ондай болса бүгін енді біздің қайнымыздың жалғыз баласы туған күндер болып жатсыздар. Туыстар көп енді мына кісілер, осы маңайда үлкен жақын отырған кісілер, басқалар жүрге сия бермек сол үшін. Ойда көресіздер қалған туыстар көп. Қайрат өзі 2 ағайынды үшеу болатын, қазір 2, атамыз 5 ағайынды болды. Соның ұрып шәртілеміз бірден-екіне осы деп қана таныстық. Туыстарымыз көп. Келген қадамдарыңыз бізге құт болсын. Кейбір адамдарымыз әлі естімей жатқандары да бар. Енді бұл жақтағы біздің туыстардан мына құдалармен бір рет танысып, бет көрісіп, тәтті жайын ішіп қайтқанбыз. Алдын ала Қайрат айтпады демеңіздер. Осы бір рет бет көрісуіміз осы болып отыр. Енді аманшылық болса, бүгін тойды өткізіп, ол құдалардың ауылына да барып, бет көрісіп қайтасыздар. Жайнаштың да барған жерін көріп, танысып, араласып, аракеттен келдік, бөлісіміз кейін сіздермен араласып жатқанымыз өте қуаныштамыз енді. Тек қана балалар бақытты болып, бір-бірімізге құдағи болып, сыйласымды болып, береке бірлікте, қуанышта, қиыншылықта, береке бірлікте бірге жүрсеңіздер болды. Басқа қиыншылығымыз жоқ, сіздерге көп рахмет. Ал ағайын, міне Қайрат ағамның жақындары, Жайнаш қызымыздың апалары деп бағалаңыздар, әулеттің үлкендері. Бір езулерін ашса алтын, екінші езулерін ашса күміс, көмегейін ашық болса толған қазына болған әулеттің қазыналы қарттары, апаларым аман болыңыздар. Қуаныштарыңыз құтты болсын. Дастарханды ашып бергендерге үлкен рахмет. Дастарханға жайғасайық апаларымыз, Алла разы болсын. Үлкен дастарханға жайғасамыз. Бірден артындағындай таныстық, білістік, көрістік. Енді салт дәстүр бойынша күйеу баланы да көрсетуіміз керек болған. Күйеу баламыз жаңа ғана Жайнаш қызым балақаныма, қонды ма, қолын ұстап екеуі қалаға кетіп қалды. Қуанып жүр. Шай да керек жоқ, тамақ та керек жоқ дейді. Салонға жазылып қойған екен, олар да түсінуге болады, жарай ма? Сондықтан да кешкі тойымызда тағы да күйеу баланы көре жатасыздар.
Бүгін керемет жақсы күннің басқасында адам-адамға аманат дидар көрішпалы бір ғанибеттік осы екі жастың арқасында бір-біріміздің жүзімізді көріп, дидарымызды көріп, арқа шарыққа болып жатқан осы жәдік әулетінің жанашыр жақындарының да тілегін тыңдап отырамыз. Құдалар әулетінің де тілегін тыңдайық. Ал енді бүгінгі тойымызды әніменен әрлеп музыкасымен көркемдеп отырған ересіл балаларыңыз құдалардың құрметіне ауылдың алтауыз ретінде бір жақсы ән тартсын. Дастарханның дәнінен алып отырыңыздар, қымыз қымырандардан алып отырыңыздар. Той басталды ғой, тойдың төресі құдалық деп айтқан қазақ жалпы. Сондықтан да мынау құдалық тойдың өзі мәртебесі сондай жоғары болады. Сондықтан да қадірлі ағайындар, бөтен емессіздер, сіздер енді жанашыр болдыңыздар, жақын болдыңыздар, туған болдыңыздар. Тау мен тау қосылмаса да мал мен басымыз, дәм мен тұзымыз осы екі баланың арқасында екі әулетті бір-біріне қосып жатқан жағдай. Сондықтан да бір-бірімізді сынап білемей, дастарханда не тұр соның бәрін ішіп жеп отырыңыздар. Сағат 12-ге деп жайындалған дастархан кішкене кешігіп қалдыңыздар, айым жоқ, дұрыс па? Бүгін енді осы әулетке құда деген үлкен мәртебемен келгеннен кейін сіздердің айтқандарыңыздың бәрі дұрыс, сіздер дұрыс. Сондықтан да кешігіп келді айып етпейміз, ренжімейміз. Дастарханымыз ашық, дастарханнан ұялмай, қысылмай, қымтырылмай. Осы құдағиларыңыздың жайған дастарханы, құдаларым жесін деп кешеден бері дайындалған керемет дастархан. Айқын құдағиларыңыздың қолынан келгенше, шамасы келгенше әдемілеп дәмді дақылдардың бәрін пісіріп дастарханға алдарыңызға қойды. Иә. Иманның сондай күштілігін білдіреді, мейманның алдына қойған асы дейді қазақ. Сондықтан да мынау енді құстың сүтінен басқан бәрі жоқ, бәрі түрдегі болады. Сондықтан да құдалар арнайы өздеріңізге дастархан жайылғаннан кейін ешкімді бөтенсінбей дастарханнан ішіп жеп отырыңыздар. Әулеттің тойы құтты болсын, ал ерасын бауырып жібер, құдалардың құрметіне. Ал бәрекелді, қуаныштарыңыз құтты болсын. Ортаға шығып билеп отырайық. Al hadi, ortamız kontrol oturalım. Değiştim nurundan yaratılgan Erkeşim dalaşım kara bulgan Senlerin değmetmen zeynetlerin Önümde kakaysan kanatından Köreysin beni şöyle Kekmeysin kargayım geri Erkeşim dalaşım senler varlar Urmağın çalmasın Köreysin beni şöyle Kekmeysin kargayım geri Erkeşim dalaşım senler varlar Urmağın çalmasın Yeseydim bir çöktüm yer gelirim Ömrüm kol çekmez bir yerinde İlkelim şanlık başederim Kırmeysin devir şöyle Kekmeysin derdayım kere gele Erkeşim aşım sendir varla Urmağın çalmasın Köreysin devir şöyle Kekmeysin derdayım kere gele Erkeşim aşım sendir varla Urmağın çalmasın Vatanın arkası
бақытқа шаттыққа кенелгені көбейсін демер шөлегенің келмейсін әрдайым керегенің әкешім балашым сендер барда ұрпағың жалғасын ере бере көбейсін демер шөлегенің кеңейсін әрдайым керегенің әкешім балашым сендер барда ұрпағың жалғасын ере бере әкешім балашым сендер барда ұрпағың жалғасын ере бере. Құда келгеннен кейін Құдаға деген құрметімізді қылып, құйрық бауыр деген рәсімді осы Қайрат ағамның әулетінен дайындатқан екен. Құдалардың алдына құйрық бауыр рәсімі жеңгелеріміз алып шықсын. Ал. Сіз секілді замандас кез болғанда уағыз айын тамызып тілдің майын ой сәулем анам дегізген құйрық қауыр жегізген айналайын анамнан ей түнде тұрып емізген. Екі жастың өміріне азық қылып тірлігіне қағылған қазық қылып ақ тілегімізді батамызды беріп қайтайық деп келіп отырған аса қадірлі Құдалар әулетінің үлкендерін төрімізге қондырдық. Бірінші үстелде отырған жалпы Құдалар әулетімен бөліп жармайын. Сол жерде жанаттың аталарын, апаларын, үлкен жеңгелерін, нағашыларын, кішекелерін, өкіл әкелерін түгел топтап ортаға Құдалар әулетін ортаға шақырайық. Құрметті Құдалар маңызды құда болайық. Балалар болашақ жастарымызды Асқызайын берген балаларымыз бақытты болсын, жастар ұзақ болсын, әрі уақытта үйлерінен көтеріп жатқан шаңырақтарын қуаныш кетпей, жақсылық жалғаса берсін. Амин. Ата, анасы, мен енді үйде болғаннан кейін бірінші сөйлем отырмын да, құдағиымыздың әкесі болғаннан кейін. Шын құдағиымыз, құдамыз кетпеймін деді. Мені тек қана жақсы, бақытты болсын. Құрметті құдаларымыз, тойларымыз құтты болсын. Екі жас бақытты болып, үбірлі шүбірлі болып, керегесі кеп, терезесі теріп, бақытты ғұмыр кешсін. Осы бір керей елімен шапыраш алған елі құда болып жатыр екен. Екеуінің көпірі, алтын көпір болсын. Бір-біріңізге қоржын қосқыларыңыз өкпесіз болсын. Мына әңгіме қоржын қосқыланда өкпенің бәрі. Соған қоржыныңыз қомақты болсын. Өзіміз салмақты болайық, аман болайық. Мына тамада нарушение жасап жатыр. Біз 800 километрден келдік енді. Шығып кеткендерге айып бүйтін шығасыңдар. Ортада бар ғой тағы. Туалет деген жоқ екен бұл аяқта. Соған кетіп қалған жоқ. Ұрысып жатыр. Аман болайық. Мына енді қыздарымыз сырғалым аталып жатыр. Алла қаласа бірер сағаттан кейін қыз аты өшере қалады. Бізге келін болады. Келін, ақ келін болсын бізге.
келгенімізге бақ болсын, бақ келін болып келсін, ырысты, иманды, жақсы бір келін болсын. Мына қызым енді кішкене мінезі де бар. Айтып қою керек негізі. Өзіме тартқан. Мен албанның қызымын. Анау мынау емес. Сонымен ханым болып кетсе керек кішкене. Ол тәрбиеледік деп ойлаймын. Ол тәрбие енесі анандай екен, мынандай екен демеңіздер. Кішкене ұрысып қояды. Қалжы қояды. Ол мұғалім адам ол ұрыспайды. Қызды тәрбиелей, жамандыққа апармай, уайымдамаңыздар. Бақытты болыңыздар, бар болыңыздар, бай болыңыздар. Құдағилар, мына екі бала бақытты болсын. Бүгін сіздердің қыздарыңыз ана келін, бала келін болса, келешекте Құдай беріп ана келін болсын. Тек қана бізге жақсылығын көрсете берсін. Бар жақсылыққа қосылады. Құдамыздың жиған келген осындай жақсылық тойға шақырсын. Жастар бақытты болсын. Енді неғылдайым, құлар мұңжылдық болсын. Құдалықтарының мұңжылдық болсын. Күйеуіне естейді. Екі жас бақытты болсын. Көпшілер қайтамыз. Сол бақыттың ішіне дайын. Әумин. Құдағыларымыз әлеміз жақсы ниет айтып жатырмыз ғой. Бүгінгі мына құдалықтарымыз құтты болсын. Мына қыздарымызды қияға шығып жатыр кезін барған жерінде бақытты болсын. Бізге жем болып келеді жанатымыз. Ол бақытты сүйме болсын. Жақсылық болсын әйтеуір. Әмин. Ал құдағиларына құдалықтарымыз құтты болсын. Күйеу балаларымыз құтты болсын. Талғаттан Сандуғаш мынау келіндерің құтты болып, бақытты болсын. Екі жас Құдай адалынан берсін. Жастар бақытты болсын. Бәрін үлкен кісілердің тілектерін Алла қабыл етсін. Періште өтінесін. Құдағи айтқасын қорып қалдыңыздар ма? Мен енді бұрында құдағи болдым. Бұл кісінің құда болдым. Шүкір жақсы құдағи да, құда да жақсы адамдар. Қорықпаңыздар. Қашанда құдасын құдайындай сыйлаған, құдасына төрін берген, сондығында келген құдалардың алдына және төс қақтап беріп бауыр рәсімін бердік. Енді төс қақтар деген рәсім сабағымызда дайын болған болса, екі жеңгесі төс қақтарын алып шықсын ортаға. Жақын туғандарының атынан осында тұрған үлкен ағасы Асекең бар. Осында тұрған ағаларды мен топ-топ ортаға шақырайын, келіңіздер, бір жақсы тілектеріңізді айтыңыздар. Жалпы жәдік әулетінен бір-екі тілек болсын. Келіңіздер аға. Қайрат ағамның көршілері, жанасы жақыны, бажасы келіп отыр. Рахмет. Қуанышын бөлсе көбейет, қайғысын бөлсең азаят деген қазақтың ұрпағымыз. Бүгінгі осы ұзату тойдың алдында, құдалық дастарханында осында жанынан табылып, Қайрат ағамыздың жанынан шыққан туған ағасы Асекең бастатқан қадірлі жанасы жақындары, Қайрат ағамның бажалары, Қайрат ағамның Құдай берсіған көршілері осы тойдың қуанышын бөлісіп келді. Қуанышын бөлсе көбейет, қайғысын бөлсең азаят деген қазақтың ұрпағымыз ғой. Келген құдаларымызға көлдей көңіл білдіріп, құдаларға деген жақсы тілегіміз болсын. Ал, Асеке. Рахмет. Көңіл күй түсініп, барлық ауылдың жағдайын түсіндіріп жатқаныңа көп алғыс айтамыз, басқа айтамыз. Ал құдалар, ауылға қош келдіңіздер, жаңа да сөйледік. Алғаш тәтті шай деген кезде кездескен 3-4 адам бар, солардан басқасы. Бүгін кездесіп жатырмыз, тағы да әлі қол алыспа, маңдаса алмадық. Кең ана ресторанда отырған кезде бір әңгімелесерміз енді. Арт-артынан туыстар келіп жатыр, жағдайымыз да келмей жатыр. Келінді кетімді адамдар көп. Мына жерде осы күтушілер ғана аз ағайындар. Мен жағдай жарасып жатыр. Құдаларыңыз, құдалық мың жылдық болсын енді.
балалар бақытты болсын, басқа не айтамыз осы. Сіздер болып, біздер болып, осы береке бірлікте, екі ортада алтын көпір болған осы қыз бен ұлымыз, күйеу балалар осы ортада чақпылап жүре берейік. Жақсылықта да, басқа жағдайларда да аманымыз дүзу, жолымыз тегіс болсын қайда жүрсекте. Көңілімізді кірбең баспасын, қас қабағымыздан білініп тұратын жақсы құдағилар болайық. Басқа не айтамыз? Міне туыс туғандардың бәрі енді біраздан кейін танысып жатасыздар. Енді бұл жерде бір бөлімдер ғана өте аз. Басқа не айтамыз енді? Екі жас бақытты болсын. Аман есен осы тойды өткізіп, аман есен ауылдарыңызға барып, сіздердің тойдарыңызда осындай сөйлесіп, әңгімелесіп тұратын уақытқа Алла қол жеткізсін. Еліміз сау, басымыз аман болайық. Сау болыңыздар. Әмин. Ассалаумағалейкум, құдалар. Келген қадамдарыңызға Аллахның нұры жаусын. Енді мына сіздерге енді қайратпен айқын мәпелеп өсірген, алақандарынан сағып аяғап өсірген баласын сіздерге беріп жатыр. Екі жас бақытты болсын, той құтты болсын, той тойласын. Әмин. Сіздердің де ауылда той болсын. Алсаңыз бажақ. Мен енді мына Қайраттың нағашысы боламын. Біз Алматыдан келді осы. Сосын той қыласын. Осындай құдалық мыңжылдық, жүзжылдық болып, осындай алтын көпірмен бір-бірімізге араласып жүрейік. Ассалаумағалейкум. Армысыздар, атана ауылдастар. Армысыздар, ағапеке бауырластар. Армысыздар, жиылған жалпы қауым. Армысыздар, қарагөз қарындастар. Тойға келген қадамың құтты болсын. Бүгінгі қуаныштың сәнін бастар деп әулиелеріңізге сәлем береміз. Сонымен қатар бүгін мынау қоңыр күздің уағында, шүлен күннің шуағында Қайрат ағамыз бен Айқын жеңгеміздің бір балапаны алақанында балапандай батталып, алақаннан аттанып бара жатқан құзырлы қуанышына қош келдіңіздер. Қуаныш мәңгі жалғасып, Құда мың жылдық болсын. Осы бір құзырлы қуаныштың тұсында қазақтың бір туар ақыны Қадыр Мырзалиннің бір екі шумақ өлең еске түсіп жатыр. Адам егер болмаса ездің бірі, сұлулыққа түседі көздің қыры. Дүниеде ғаламат екі нұр бар, бірі күннің, ал бірі сөздің нұры. Ақын бола бермейді мыңның бірі, мұнайтуға жетпей жүр сынның қыры. Күннің нұры түспейтін жүрегімнің түкпіріне түседі сөздің нұры дейді. Мына 18 мың ғаламда барлық жаратылыстың бәрі бір жылулықты аңсайды, ол жылулықты тек қана күннің нұрынан алады екен. Енді осымен ұқсас бір жылулықты аңсайды, бұған ешқашан күннің нұры түспейтін бір нәрсе бар, ол адамның жүрегі екен. Осыған тек қана сөздің нұры түседі екен. Мейлі алыста жүрсек те, мейлі жақында жүрсек те, қай-қашанда бір-бірімізді сөздің нұрына бөліп, жүрегімізге нұр құйып жүрейік ағайын. Қадамдарыңыз құтты болсын. Міне, құдаларыңыздың алдына төс қақтар деген ырымды табағымыз бар. Құдалардың алдына төс қақтар, екі құданың алдына, екі құда деп қой, барша құдалардың алдына төс қақтар рәсімі қарсы алыңыздар. Ayt деген
арқаңай, өмір жалғаңай, осының бәрі ағайын, сенің арқаңай, сенің арқаңай. Оңған жерде алдым ой болса екен өріп шығар қорада, ой болса екен дүние-ай, құдаларға тілектеп біз тілейміз осындай береке, ой болса екен елегенбіз-ай, берекеміз-ай, арта берсін құдалар, берекеміз-ай, берекеміз-ай. Өмір таққан-ай, өмір жапқан-ай, осының бәрі құдалар, сенің арқаңай, сенің арқаңай. Ал енді мына құдағилардың шаруасы қоржын деген дүкен шаруа ғой. Ағаларым сыртқа шығып кішкене темекі тартып, бой жазып, сыртта таза ауамен тыныстаңыздар. Дастарханның батасын алайық құдалар әулетінен. Құдайым оңда, Құдайым қолда, қайда барсақ та, тек елге келсек те басқа жерсіз қалдырма жолда. Әмин. Дұшпанды торла, достарды қорға, құдаларды да қорға, аяқтарды түсіп кетпесін орға. Әйел берсең ақылдылық бер, қайын-жұрт берсең қайырымдылық бер. Қыз берсең инабаттылық бер, ұл берсең дарындылық бер. Ат берсең тұлпар бер дейді, құс берсең сұңқар бер. Мыңғыраған мал жаятын жер берсең құнарлылық бер. Көршіне бір туардайлық бер, келінді ұл туардайлық бер. Құданы құрдасындай қып, құдағиды сырласындай қып бер. Әке-шешемізге суақ бер, өлісіне иман, тірісіне қуат бер. Ініге аға бер, ағаны дара дер. Ағаға іні бер, ініні дана дер. Көп қолға салдың ба, басты қой қара тер. Сұрағанымыздың барлығын басқа емес бір Алла бер. Ұлдарыңыз оншақты, қыздарыңыз моншақты болып, өсіп өне беріңіздер болар. Әумин. Әумин айтқаныңыз келсін. Енді әр елдің салты басқа иттер қарағасқа дейді, кішкене салтымыз бөлек болып түспестік болып жатса, түспен қараңыздар. Енді біз өзіміздің салтымызбен, дәстүрімізбен келіп жатқан жайымыз бар, апалар. Сол дәстүріміз бойынша мына қазақтың ортасында жаңағы бір-біріне құда болғаннан кейін кәдес болмайды, жөн жоралықпенен жүреді, ортада норға жүреді, жорға жүреді дегендей, сол кәделерімізді әкеліп отырмыз. Мен жаңа айтып жатырмын ғой, өзіміздің дәстүрімізбен әкеліп тұрмыз. Сондықтан анау-мынау деп айтпаңыздар. Қыз алайын болғаннан кейін, алдын ала ескертіп қойып көтермейміз. Дұрыс айтты. Үйіңізді құдағи қайда үлкені мынаны ашып, басын екі апа, астындағысынан келіп ергесесің. Мынау енді құдағи енді қызы соны көктемде ақтасың. Келін бар деп естиміз, иә? Келін қайсы? Жылы жүрсін деп әзия.
Оңай дейсің. Үйде кішкентай. Салава. Bir kısıya açtırınız Kudağı. Şantarmasın. Çapçaklasız koymuş gene. Sonra ki mınanday bakacak. Suyu anamdan kremde yine Mama beres diye ya. Kudağı. Anam batama. Al. Ben yapamam olayım size. Abang ben kuzu. Yenge size kurban yok. Ben de derim burayı dedim. Ben talay kudan bakıyorum. Yok ben Ana, daha iki açık kesildi. Tura göre daha çok salcadır. Buraya maydaşlı. Bildiği ben. Bu yer adamın çok neşet. Gittiğim yer. Biri baktı bir ben. Ben çapak. Onun çapak. Haftel hatta şap çarpmışsın adamım. Çeşit yerse. Haftel hatta. Ne uçan hatta. Ne uçan da. Eski olan. Екі жақтың берген бір-біріне батасын алла қабыл қылсын. Арадағы кәм құдарын айырылмасын. Екі бала ортада алтын көпір болсын. 1000 жылдық құда болуды бір-бірімен сыйласып өтіп, алла нәсіп қылсын. Ниеттеріңді алла қабыл қылсын. Екі бала бақыт болсын. Жаным деп күлнарам, күнде сағының барам. Сенен хабарың жоқ қой, салам әнге салам. Мені сен шақырсаң, құстай ұшып барам. Сүйдім сені күлнарым. Хей, жаным деп күлнарам, күнде сағының барам. Сенен хабарың жоқ қой, салам әнге салам. Мені сен шақырсаң,
айтқан жанды бастардай той бесе құлас томалайды деп еңкейген қартпен келді түгел жас қалмай. Аталарым келді батасы майды бауыздап қазанға жанды қасқандай, әжелерім келді шашуларын шашып қазынасын болып сандығын ашқандай. Ағаларын отыр төрімізде міне бармағыменен балды басқандай, жеңгелеріміз жайсаң күлімдеп отыр көктемгі бар гүл қауызын ашқандай. Замандас достар армысың бүгін таңменен таласқан тарғыласқандай, қарындастарым да құлпырып кепті қанаты ала қарлығаштардай. Әніміз әңгіласқандай, сәніміз сәңгіласқандай, ендеше тойын қайрат аға болсыншы жазылған мәңгі дастандай, жамағаттың жақсы тілегі жаманатқа қойыратын адыраспандай болсын дегім келеді. Құдалар әулеті кереметтей қоржындарын алып келді, қоржында аштық, шашуды шаштық, елдікті бастық, қоржынға 5 емес, 10 емес, 15 деген бағаны беріп жатыр, алған берген жеткізбейді. Қадірлі құдалар араларыңызда арбада, долбада, атанда, шабанда, алтын, күміс бәрі жүре берсін. Ең бастысы екі баламыздың басынан баға астынан тағы таймай, шаңырақтары құламай өздерінің жыламай жүргені берген алтыннан да қымбат екенін есте сақтайық. Араларыңызда чыжбыз деген сөз жоқ, сізбіз деген жақсы сөз, жарым ырыс болып, кереметтей құда-құдағи болуды. Алла сіздердің әулеттеріңізге құдалардың әулетінен нәсіп етсін деген келеді. Жалпы бүгінгі тойымыздың берекесін кіргізіп отырған, жалпы қазақтың тойының берекесін кіргізіп отырған, қазақтай қалмалаған халықта кейбіреуіне қарасаң сөздерінде салмақ жоқ, ақындарында арнау көп. Біздің қазақ қандай ел, көздегендері заңдар көп. Украинаның ұшқыны басымызға қонған жоқ, Сирияның сұмдығын қазақ кешіп қалған жоқ, қырғыздардың қырғынын басқа құдай салған жоқ, коронавирустың зардабын кешпеген мемлекет қалған жоқ. Тәубемен таңын атырған, тойын тойлап отырған бейордақты құдалар, бүгін сіздерде арман жоқ. Әйтсе де Қайрат ағамыздың арман орындалып, құдаларының қолын алып, баладай ғана көңілімен міне Текелі қаласының төрінде, Алтын мейрамханасының өрінде кереметтей дастархан жайда. Қазақтан мал баларын шашуы десе, бір Аллахқа бағынатын елегеміз, тойлыманың төрінен табылатын елегеміз, ол менен қызымызды өсіріп, солардан ғана несібесіне шашылатын елегеміз ағайындар. Тек қана тойда шаршап, тойда шашылуды Алла нәсіп етсін. Ал енді жанаттай күйеу баламыздың аға, жеңге, әпке, жезде, қарындас келіндері бар. Осы дастарханның төрінде екінші дастарханда отырған жалпы құдалар әулетімен топтап тағы ордаға шақырайын. Келіңіздер, жаңағы тілекке шықпаған жанаттың барша аға, жеңге, әпке, жезде, аға, жеңге түгелдей ордаға құдалар әулетінің жастары. Құрметті көрші қауым, елде өмір сүріп жатқан, қонақ болып келіп жатқан, Құдай қосса, Құдай қаласа, екі Алланың қалауымен, екі жастың бір-бірін таңдауымен болайын деп жатқан құдалар, болайын деп жатқан тойларыңыз құтты болсын. Көпшілемей-ақ қойын десем, таңылмайды, бәрін айта кету керек. Біздің енді құда болып келіп жатқанымызға нұр жаусын деп жатсыздар. Апалардың, үлкен кісілердің айтқан тілектері, баталары қабыл болып, персенің құлағына жағынып қаумен десін, мынау ұзағынан сүйетін десін, екі жас бақытты болсын. Енді көпшілемей-ақ қойын негізінде, қалған жастар айтсын тілектерін, содан өзі түсініп аласыздар. Біз негізінде жақсы ниет, анау жүрекпен едік. Анау «Зың-зың күлпаш» деген сериалды көрдіңіздер ма, құрметті құдағилар? Көрпедіңіздер? Көрпедіңіздер? Сіз жерде жаңағы қыздары кетіп атқан кезде, ана күлпаш шығар, ой келім бол. Вор в законе деп. Соның кейпін ба, қазір енді бізге кейіп тұрмыз. Біз вор в законе болғанда, ор болғанда да біз енді ана сыпайы, жаңағы ақылды, оқыған ор болып тұрмыз да, балалардың келісімен сіздердің көздеріңізді бақырайып тұрып алып кетейін деп жатыр. Қосында қыздарыңызда. Рахмет тыңдарыңызға. Жақсылық, қуаныш дейін, тек қана жақсылықта, қуанышта, тойда кезіп жүре беріңіздер. Бауырыма екі жас бақытты болсын, өзіме не тілеймін, сонда бауырыма тілеймін, бақытты болсын, өмірлік шөбірлі болсын, аман болсын. Құрметті құдағилар, біздің сіздерге бүгінгі аттаған қадамымыз құт болсын. Бізге сіздердің берейін деп жатқан қыздарыңыз бізге құтты келін болсын. Осы енді
осы кісілердің ішінен мен сіздерге бір табан, бір 2 ай 3 ай болса да бірінші танысқан, тәтті шайға барған жашаларымыздың бірімін. Сондықтан сіздерді жақыннан танып қалдым. Өздеріңіз қатты ұнап, сол тәтті шайда біз осындай шешім қабылдап, осы әулеттің қызын алуымыз керек деген печатімізді басып, мөрімізді қойып, қолымызды қойып келісіп кеткенбіз. Енді сол мақсатымызға келіп тұрған жайымыз бар. Алдағы той аман есен жақсы өтсін, балалар бақытты болсын, әрқайсыларыңызға осындай той жұғысты болсын. Тек қана осы алтын көпір салып жатырмыз ғой қазір. 800 километр жерден алтын көпірдің үстінен қалай келіп қалғанымызды білмейміз. Әйтеуір ұшып қонып жеттік, қуаныш болғаннан кейін. Сондай қуанышты тойларға шапқылап жүре берейік. Сіздер біз жаққа қонақ болыңыздар, біз сіздер жаққа қонақ болайық. Тек қана жақсылықта тойда бас қосып жүре берейік. Той құтты болсын, той тойға ұласын. Ағалар, енді бағына бер қараватсыздар. Біз енді Албан еліміз, осы Албан елі алдыққан қыздарымыз Албанға келіп жатыр. Біз ағайынды өзі, бес ағайынды біз сыйлап, мен үлкен жеңешем осы сіздердің құдағиларыңыз. Одан кейін мен, мына жолдасым Самат, Қанат, Айнұр. Осы біз алдыққан келді. Негізін айтады ғой, қайын ең жақын жұрт, нағашы жұрт дейді. Сондықтан мына кісілердің бәрі біз нағашыларды сыйлап қалмыз, тіріміз осы кісілер. Біздің енді ата енеміз ерте қайтып кетті, атамыз 60-қа қайтты, енді анамыз 65-ке қайтты. Сондықтан Құдайға шүкір, Жанаттың апасы мен апасы, атасы нағашылары бар. Аллаға шүкір деп, осы кісілерді бас құдаға алып келіп жатқан жайымыз бар. Енді біздің енді мұңын деп қорқып тұрмын. Екі қызымыз бар. Ол кісілер келмей қалып, енді тойға келгенде көресіздер. Аллаға шүкір, осы Жанатымыздың бүгін сіздердің алдының қызын алып, ортаға алтын көпір салып жатыр. Албан елімен алтын көпір болып отыр. Нағашыларына рахмет, мені сыйлап, сіздерді біздерге осындай сіз біздесі осы екі жақта екі бала бақытты болсын. Тек қана жақсылықта бас қосып ойнап күліп жүре беріңіздер. Екі бала табағын құдағайдың алдына тартуға рұқсат етіңіздер. Қоржыға керемет бағасын берді. Екі баламыздың өзі арқасында
арасында екеуінен бір-біріне жақын болды, таныс болды, құда болды, жекжат болды. Құйрық бауыр деген рәсімді беріп жатыр, екі құда бір-біріне жақын болсын, бауыр болсын деп беріп жатыр. Төс хаттар береді. Құдаларымыздың еңсесі түспей жүрсін, төрде отырсын деген ниет қой. Бүгінгі Қайрат ағамның ойнап тұрған салт пен дәстүр емес, қазақ болғалы жалғасып келе жатқан салт пен дәстүр осы тойдың басында екеуінен бір-біріне құдандаласқанда беріліп жататын кәдесилердің бәрін Қайрат ағамның әулетінен жасалды деп бағалаңыздар. Артық кем болса кешірімді көңілмен қарап жақсылыққа балап қойыңыздар. Қуаныштарыңыз құтты болсын, қуаныштарыңыз ордаймасын, ыстық шаймен бірге ыстық тамақтан ішіп жеп отырамыз. Ал енді қадірлі жақсылармен жайсаңдар, бүгін сондай керемет жақсы күнде бір-біріміздің жүзімізді көріп танысып білісіп жатқан қос әулеттің арасындағы алтын көпіріміз мәңгілік көпір болсын деген тілек бізден. Араларыңызда шыжымыз жоқ, сізбіз көп, сондай керемет жақсы құдағи болуды Алла нәсіп етсін. Ең бастысы бүгін шаңырақ құрып жатқан екі бабамыз екі әулеттің үлкендерін ата-анасын, әке-шешесін сыйласын деген тілегімізді айтайық. Сыйламасаң әке шешеңді ұрғызар Құдай шегеңді дейді. 9 ай 10 күн көтерген мұздай бесік таянған, жыласа шошып оянған, қарын ашып қалдырма деп балаларына тамақ үйдірген, 62 тамырын әу баста Құдайым өзі үйдірген, желкесіне міндіріп жерге қоймай етектеріне сүйдірген, жастарынан беріп мектепке танытып құбыла білдірген, асқар таудай ата-анадан басқа салт жоқ ешбір шектескен, ол қыздар үшін от кешкен, қол алысы құда дос болып, құйрық бауыр жаңа ғана еттескен, берекелі күнде беттескен, мың жылдық құда болып серттескен, құда-құдағиымыз алдымызда. Ағайынның жолы бір басқа, туысқанның жолы бір басқа. Құдалар төс қағыстырып, не құйрық бауыр асасып болғаннан кейін, бүгінгі құдалық тойымыздың төрінде отырған барша құдаларға шапалақты неге ұрмасқа деп құдаларға бір кереметтей қосақ қойыңыздар. Ұлысы бірдің туысы бір дейді. Қуаныштары құтты болсын. Осы Қайрат ағамыздың әулетінде той деп келген қарындастары бауырларына нағашы жиен бөлілері бір тілегін білдірсін. Құдағилар, келген адамдарыңызда Алланың нұры жаусын. Тойларың құтты болсын, тойларыңыз тойға ұлассын. Әмин. Ассаламу-алейкум. Үлкен кіші, барлықтарыңызға сәлем. Құдағилар, той құтты болсын, берекелі болсын. Екі жас бақытты болсын. Енді Қайрат аға екеуміз бөле боламыз. Той берекелі болсын. Құрметті қонақтар, келген қадамдарыңызға нұр жаусын. Құдағилар, бүгінгі шыққан төрлеріңіз құтты болсын. Баладар бақытты болсын. Әрқашанда осындай жақсы күндерде, осындай жақсы дастархандарда, осы дастархандарымыз мәңгі жақсылыққа, қуанышқа жайылсын. Алла қаласа келесі жыл осы уақытта және де бір қуаныштарға бас қосуға Алла нәсіп етсін. Барлықтарыңыздың семьяларыңызда осындай қуаныш көп болсын. Алла осындай қуаныштан айырмасын. Қайрат, тілеу берекелі болсын, балалар бақытты болсын. Әмин. Ассаламу-алейкум. Тойшыл қауым, құда жекжет құдағилар, тойдарыңыз құтты болсын. Қайрат аға, той құтты болсын. Рахмет, берекелі болсын.
егер мені сүймесең. Құдаларды бір-біріне таныстыру, табыстыру, төріне шығару, есігін көрсету, ырымдардың бәрін жасау. Сол ырымдардың бәрін осы шамасы келгенше айқын жеңешеміз дайындаған екен, бәрін жасады деп бағалаңыздар. Ал енді үйрі басқан ноқта қосады, үй басқан құдай қосады деп ақылды сөзімен алаштың елін алға жетелеген атамыз қазақтың салтын санамызға сақтап, бүгінгі күні тағдырлар тоғысып жатқан балда екі жастың махаббаттары шынайы, шырынды шаттық деп бағалаңыздар. Қашан көрсең де сыйластығынан сыны кетпеген керей елінің бүгін ажары артып, базары шалқып жатыр. Оған себепкер болып отырған әрине зеңгір көктің сұңғары жігіттердің сұлтаны, Ыбырайдай әкесінің тек туған ұрпағы Қайраттай ағамның отының басында бүгін көз қуанышы болған кереметтей сұлу, кереметтей тәтті, кереметтей тәрбиелі қызымызды Албан деген үлкен ұлы елдің алақанына, әулетіне, бірінші Аллаға, екінші осы әулеттің үлкендеріне, ағайын туғандарына сеніп, Қайрат ағам алталашы жинамаса да ағайын туғандарын шақырып, ақ батасын беріп, өздеріңіздің алақандарыңызға бүгін бақыттың құсын ұясынан ұшырға отырған сәт. Сондықтан да Жанаппенен бүгінгі қол алысып жатқан, қол ұстасып жатқан екі балаларыңыз, екеуі бүгін домбыраның қос жүргендей болды, құтты орындарына қонды, өмір атты теңіздің ескерген салған қос қайықтай болды деп бағалап, ішімізден жақсы сөзімізді, жарым ырысымызды, әдемі тілек ниетімізді осы екі балаға арнаған жөн ғой. Бүгін кендей сондай жақсы күнде енді мынау кешкі тойда көп адам сөйлеткісі бермейді, уақыт көп біледі. Ол жерде шақырған меймандарды, қонақтарды көбірек екен. Осы оңаша жерде тағы да айтатын тілектеріңіз болса, оңаша құдаға, құдағиға бірлетіңізге ниеттеріңіз болса, микрофон сіздерге ашық құдалар. Қазақ қашанда құдасын құдайындай сыйлаған халықтың ұрпағы. Сондықтан да айтатын тілегім барады, айтатын әнім, жырым барады деген болсаңыздар, осы оңаша жерде айтып көздеріңіздер болады екен. Жақсы ма? Ал енді құдалар, құдай қосқан құдаларымыздың міне алдына ыстықтай тамағымыз келді, ыстық тамақтан жеп отырайық. Бүгінгі отбасы ошақ басын құрып жатқан дүниеге өмірге осы үш баланы тәрбиелеп әкелген ардақты той егесі Қайрат ағамызбен айқындай жеңешемді мен ортаға шақырып, бір ауыз құдаға деген құрметін қылып, әдемі тілегін айтсын деген ниетпен бүгінгі той иесі Қайрат ағамменен айқын жеңешемді ортаға шақырып сіздерге бір жақсы тілегін тыңдатайық. Ал келіңіздер, қуаныш иесі. Рахмет, жеңешемізді шақырайық. Төрімізді Жанаттың ата анасы құда мен құдағиды да бірге шақырып алайық. Құдай қосқан, құда ретінде. Тойдың иесіне осы төрт адамды бір қайта бөліп жармайық. Өйткені екі баланың ардақты ата анасы болғаннан кейін бүгінгі болып жатқан жер жаннаты Жетісу Текел қаласында болып жатқан көлдей қуаныштың иелері осы кісілер деп айтайық. Сіздер де бөтен еместер. Бүгінгі той сіздердің де тойларыңыз. Сондықтан да бүгінгі екі жастың ата анасының өзінің жеке әдейі арнайы шығарып тұрмын. Бір жақсы тілегі тағы да болсын. Тойға келген тойшылығым, тойға келгендеріңізге рахмет. Мына жаңағылар құдаларымыз шыққан төрдеріңіз ұзағынан болсын. Құда мың жылдық болсын. Келген қадамдарыңыз алған нұр жаусын. Мына отырған туыс туғандарым алғыс айтам. Бәрі кеп жиылып, қуанышын білдіріп жатыр. Сіздерге де рахмет. Екі баламыз бақытты болсын. Ұстаған қолдары жазылмасын. Қосақтында қалып ұша берсін. Әрдеріңіздің үйдеріңізде осындай қуаныш, той үзілмесін. Бастарыңыз аман, дендеріңіз сау болсын. Ден сау болса бәрі болады. Рахмет сіздерге. Әумин айтсын. Екі бала бақытты болсын, дендер сау болсын. Осы отырған кісілердің бәріне жақсылық тілеймін. Аман болыңыздар, ауырмаңыздар. Көспелей қойыңыздар. Міне Алланың қалауымен бүгін міне сіздердің ауылдарыңызға келіп құда болып жатқан жайымыз бар. Қыздарыңызды Алла қаласа өзіміздің қолымызға қондырып келіне дейік деп отырған ниетіміз бар. Енді әр ата-ананың міндеті ғой, ұлы болса ұяға қондырып, қызы болса қияға қондыратын. Міне сол бір үлкен міндетті
Құдағиым да біз де сол үлкен міндетті атқарып жатырмыз деп есептеймін. Осы атаулы күнімізге бәріміздің ең жақынымыз, ағайын туысымыз, ата-анамыз, сіздердің де ең жақындарыңыз жиналып отыр. Қыз өрістейді, өрістеріңіз кеңейіп жатыр. Біз енді жаңа айтып жатыр ғой, Албан елі деп. Албан елі мұның алдында да Жанаттың ағасы Керей деген елмен құда болған. Біраз білеміз. Енді алдың арба қайда барса соңғысы сонда барады деп, менің балам да сол Керей елі ұнаса керек, ағасының артын қуып, сол елдің қызына көз түскен екен. Алайын деп жатқан енді келініміз бізге құтты келін болсын. Мына бүгін танысып жатқан құдалар, сіздердің әрқайсысында үйлеріңізде, отбасыларыңызда тек жақсылық болсын. Сіздердің де ұлдарыңыз болса, қыздарыңыз болса, осындай қуаныш болсын. Көбейе берейік, өсе берейік, өне берейік. Қазақ деген халық ұрпағымен ғана мың жасайтын халық қой. Сол иманды, ибалы, салиқалы ұрпақтарымыз көп болсын. Біздің екі баламызда сондай бір дана, шіркін-ай, мына қандай керемет отбасы дейтін отбасылардың бірі болсын. Құдай қосқан құдаларымыздың ақ тілегі міне жеке, өздеріне жеке шақырып беріп жатқан жағдай ғой. Екі әулеттің абыройын асқақ беделін биік сайын жақсы, келін бала жақсы, отбасы жақсы, ота иесі болсын. Алланың берген перзенттеріңіз аман болып, солардың қуанышына тоймай, немере шөбере сүйіп, жақсылардың түскенше жаманшылық көрмей, жақсы қартаюды сіздерге нәсіп етсін. Ата-ана деген үлкен абыройларыңыздан айырылмай, сол бала-шағаларыңыздың алдында, ағайын туғанның алдында сондай керемет жақсы өмір сүруді Алла нәсіп етсін. Құдайдың бере салған ұлы мен қызы, біреуіңізде қыз, біреуіңізде ұл бар, екеуі семья болды, ол енді үйленіп жатқан екі бала өмір бақи өздеріңізді ата-аналарын сыйласын, әке-шешемізді сыйласын. Ата-ананың қадірін көзінің тірісінде сыйла, көзінің тірісінде бағала дейді қазақ. Ендеше ата-ананың қадірін біл, тірісінде оны солға баспайды бірісің де, бесігіңді тербеткен таң атқанша ұйқың тыныш болсын дейтін түн ішінде, жәннаттың кілті ананың табанында, сондықтан мұң түсіріп алмаңыз жанарына, Аллахтың разылығын ала алмайсың, анаңның кірбің түссе қабағына дейді. Қарсы келмей Алланың әміріне, тірлікте жет ата-ананың қадіріне, өлгеннен соң бәрі де кеш болады, алтын сарай тұрғызсаң да қабіріне деген екен ғой. Атаның ақ батасын құрметтесең, анаңның ақ жаулығын кірлетпесең, Аллахтың разылығы сол емес па, солармен бірге тұрып бір көктесең дейді қазақ. Ата-ананың разылығы Аллахтың разылығында, Аллахтың разылығы ата-ананың разылығында дейді. Ал құда мен құда қол алысып, құшақтасып қойыңыздар, осы ағайын туысқанның алдында құдағи мен құдағи құшақтасып тет сөз сүйістіріп, беттеріңізді түйістіріп қойыңыздар. Екі құда мен құдағиға қол соғып қойыңыздар, шапалақ ұрып қойыңыздар. Қазан асып, жамбас салып, басасып, қолдан келген жақсылықтың бәрін жасасып, өмір бақи құда болып өтіңіздер, төс қаттырып, құйрық бауыр асасып дейді. Аман болыңыздар, түрге жайғасып. Рахмет. Аман болыңыздар. Құрмақтаны болмайын қуыс кеуде, Құдайға шүкір баршылық туысымен де, бөшкедегі балдан да тәтті депті, туысымен отырып өшсең де дейді. Ағайын деген әнімді осы ағайындардың атына шырқап берейін, қабыл алыңыздар. Той қуаныштарыңыз құтты болсын.
өздеріңе осы әнім менің арналар. Ағайындар, қауымдар, туысқандар, бауырлар, өздеріңе осы әнім менің арналар. Жасай берсін ағайындар. Шуақ шашып атсыншы әркез таң көрер. Шуақ шашып атсыншы әркез таң көрер. Әшір қалсын ағайын бірге жаңғырып. Ағайынның арасы ажырамасын. Жүрек соқсын әрқашан бірге мәңгілік. Ағайын бар, қауым бар, туысқандар, бауырлар, өздеріңе осы әнім менің арналар. Ағайын бар, қауым бар, туысқандар, бауырлар, өздеріңе осы әнім менің арналар. Ағайын бар, қауым бар, туысқандар, бауырлар, өздеріңе осы әнім менің арналар. Ағайын бар, қауым бар, туысқандар, бауырлар, өздеріңе осы әнім менің арналар. Өздеріңе осы әнім менің арналар. Ай, рахмет. Дастарханымыздың енді Алла қаласа астын қайыр орнынан тұратын боламыз. Дастарханымыздың астын қайырмас бұрын құдаларға деген берілетін сый-сияпат осы Жәдік әулетінің атынан, Қайрат ағамыздың отының басы ошағының қасының атынан құдаларға берілетін қу сүйден құлшықпа деген рәсімді несібеміз бар. Ал сол рәсімімізді де қалыс қалмай аталы дастарханы баталы алтын астайған ағайын өмірдің мәнін думан деп қайымдаған осы дастарханды Қайрат ағам айқын жеңешеміз бір ай бұрын дайындаған. Даладай кең дастархан жайылмаса құдаларым келмей қоя ма деп уайымдаған. Қолыңды жай жамағат, мен бір бата берейін. Әуелі Алла оңдасын, барысты өзі қолдасын. Көрген қызық мерекең тойдан той қаласын. Әулетіңе басыңа еш жамандық болмасын. Біз тілеулес ағамыз періштелер. Аумин деп бір Алла бізді қолдасын. Аумин. Ай, рахмет.